кішкентайым жүрегім, Алладан бақытыңды тіледім. Сен шын бақсың, ең қымбатсың, сен деп өмір сүремін. Сәлем, менің болашақ әкешім мен анашым, және жаңа отбасым. Мен әкешім мен анашымның махаббаттарынан жаралған кішкентай бақытпын. Кішкентай болсам да, үлкен қуаныш сыйлайтыныма сенімдімін. Осы уақыт ішінде мен анашымның өте мейірімді, жүрегі нәзік екенін білдім. Ал әкешім біздің бақытты өміріміз үшін бәрін істейтініне көзім жетті. Ата, әже, сәлем! Сіздердің де мені асыға күтіп жүргендеріңізді білемін. Әже, анашыма мейіріміңізді бөлеп, көңілін аулап жүргеніңізге сізге үлкен рахмет. Атау, мен дүниеге келгеннен кейін Алдияр ағаммен, апаммен көп серуендейтін боламыз ғой, я? Менде бәрі жақсы. Қазірше ішім пісіп жатқан жоқ. Себебі Алдияр ағаммен күнде ойнаймын. Ол менімен ойнағысы келгендіктен анашымның ішін күнде тебе береді. Ядик әкеме Сержан ағаның, Әди апайымның жанында жүретін күнде алыс емес. Мен осындай үлкен, тату-тәтті отбасында туылатыныма қуаныштымын. Бұл үйде бәрі күліп ойнап жүреді. Нағашы әжелеріме де сәлем жолдаймын. Мен ата әжелерімнің тәп-тәтті немересі боламын. Сіздер менің кім екенімді білгілеріңіз келіп жиналып отырсыздар ма? Онда құпияны ашайын. Мен болашақ Қуаныш пен Талшынның ұлы. Балан тас лақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңіліңді қалдырма. Төрселігі төмендеуге хақың жоқ, ел тұрғанда артыңда.